Баршаңызға жалынды сәлем достар. Сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге 2022 жылға Самаритянин атты фильмін қысқаша айтып беремін. Айтпақшы, мен YouTube'дан табыс табу туралы TikTok канал жүргізуді шештім. YouTube жайлы пайдалы ақпараттың бәрі сол жерде. Енді маған сіздердің барынша қолдауларыңыз керек боп тұр. Сілтеме видеоның описаниесінде көрсетілген, ал біз көпке созбай видеомызға оралайық. Я злодей. Что? Бұрындары екі ағайынды өмір сүріпті. Біреуінің аты Самаритянин, екіншісі Немезис. Олардың күшті болғаны соншалықты тіпті әлсіз жерлерде болмаған. Бір күні олар байқаусызда көшедегі балаға зақым келтіргенде, халық оларға қарсы шығып, сол түні оларды ата-анасымен бірге өртеп жіберген. Ата-анасы қайтыс болса да, екі ағайынды аман қалған болып шықты. Осыдан кейін Самаритянин халықты қорғап, әділдік үшін күресуді шешкен болатын. Ал Немезис болса керісінше ата-анасы үшін бүкіл әлемді жоюға дайын. Осылай екеуі бір-біріне қарсы шыққанымен екеуінің күштері бірдей болған соң, шайқастары ұзақ жылдарға созылыпты. Көп замай Немезис қолдан құдіретті балғаны жасап, сол арқылы ағасын өлтірмекші болады. Осылай соңғы шайқастары электростанцияда өтіп, нәтижесінде станция жарылғанда ағайындылар сол жерде көз жұмған екен. Осындай оқиғаны әкесі баласына айтып отыр. Сэм атты бала Самаритяниннің үлкен фанаты, және оның әлі күнге дейін тірі екеніне сенімді. Жас бала квартирада анасымен бірге тұрады, бірақ та анасының айлығы аз болғандықтан өзі де ақша табуға мәжбүр. Көшеден жас бала Джо атты қоқыс жинайтын көршісін кезіктіреді. Шал бір жағынан ескі техникаларды сату арқылы күн көруде. Ертеңінде Сэм сабақтан келсе үй жабық тұр екен. Сөйтсе анасы аренданы төлемеген, ал арендатор үйді жауып тастапты. Сонда Дэн атты досы оған ақша табудың жолын ұсынған болатын. Екеуі ескі ғимаратқа кіріп, сол жердегі металдарды Сайрусқа сатпақшы. Сэм банданың лидері Сайрусты көреді. Бандадағы Реза атты жігіт оларды магазинді тонауға шақыруда. Сэмнің бар миссиясы кассирдің назарын аударып тұру, ал қалғандары қымбат жәшіктерді ұрламақшы. Осылай базаға келген банда жәшікті ашса, ішінде арзан чипсилар екен. Сонда банда Резаны кінәлағанда, жігіт бар айыпты Сэмға жапқан еді. Сайрус бәріне кінәлі Реза екенін түсініп тұр. Сондықтан оны жазалауды шешті, ал жас баладан Самаритяниннің суреттері салынған дәптерді тауып алды. Сөйтсе, Сайрустың кумирі Немезис болып шықты. Оның айтуынша Немезис тек өлтіру керек адамдарды өлтірген. Осылай балаға Реза болған Сайрус оған $100 ұстатады. Сэм болса сол ақшаға аренданы төлеуде. Анасы оның бұндай ақшаны қайдан тапқанын сұраса, баланың айтатын түрі жоқ. Келесі күні Реза жігіттермен Сэмді ұстап алды. Сол кезде көмекке келген Джо өзінің жасына қарамастан мықты болып шықты. Реза пышақпен арттан шабуылдаса да, Джоның денесін тесе алмады. Осы жағдайдан кейін Сэм көршісінің нағыз Самаритянин екенін түсінді. Шалда күн сайын аңдаған жас бала оның арқасынан өрттен қалған шырамды көреді. Кезінде Самаритянин да отқа түскен болатын. Осы кезде Сайрус бандасымен полицияның айғақтар қоймасына келе жатыр. Күзетші одан жеке куәлікті сұрағанда Сайрус бомбаны берген еді. Көп замай Сайрус қойманы ашса, екі ағайындының маскасы мен Немезистің балғасы бар екен. Балға әлі күнге дейін үлкен күшке ие болып шықты, ал Джо болса бұны сезіп отыр. Бірнеше күннен кейін көршісінің үйіне кірген Сэм Самаритянин туралы айтылған Джоның папкасын ұрлайды. Ал Джо баланың үнемі аңдып жүргенін сезіп, папканы қайтару үшін оның үйіне келіп тұр. Енді анасы Сэмнің әрекеті үшін кешірім сұрауда. Осыдан кейін Сэм шалды мойындатуды шешті, бірақ та Джо мен де сен секілді Самаритяниннің фанатымын деп қоя салады. Сол кезде Реза шалды үлкен жылдамдықпен қағып өткен еді. Сэм көршісінің өлімі үшін өзін кінәлауда. Сонда қимылсыз жатқан шал ақырын регенерация жасай бастайды. Денесі қатты ыстықтан буланып кетіп, салқан душтың арқасында әзер сабырға келді. Джоның айтуынша әрбір травма кезінде оның денесі қатты қызады екен. Егерде уақытында температураны түсірмесе, жүрегі жарылып кетуі мүмкін. Сэм дәл осылай Немезистің де өлгенін түсініп тұр. Осы кезде қолына балғаны алған Сайрус өзі Немезис деп жариялап, қалада нағыз революция жасамақшы. Көп замай Сэм мен Джо жақын араласа бастады. Джо өзінің күшіне қарамастан әрбір жағдайда бірінші болып кешірім сұрайды екен. Осының кесірінен үнемі өзін төмен сезініп жүр.
Үйде Джо телевизордан Сайрустың адамдары қалада бүлік шығарып жүргенін көрді. Ал Немезис деген атты естігенде қатты ашуланған болатын. Келесі күні Сайрус баланы кезіктіріп, оны түскі асқа шақырады. Базада Силия оған Сайрустың мақсаты жайлы айтуда. Бастық қала бойынша бұзақыларды жинап, оларға үлкен ақша беруге дайын. Тек бар болғаны Сэм бастықтың көңілін қалдырмаса болғаны. Осыдан кейін жас бала Сайрустың қалай офицерді өлтіргенін көріп, базадан қашуды шешті. Бірақ та жолда Резалар Дэнға тиіспекші екен. Бұны көрген жас бала досына қашуға мүмкіндік беріп, өзі есінен танған болатын. Енді Реза оны үйіне келе жатқанда терезеден қайтыс болған шалды көріп қаша бастады. Ал Джо болса Сэмді тез арада емханаға жеткізді. Осы кезде Сайрусқа келген Реза оған көлікпен қаққан шалдың тірі екенін хабарлайды. Бұны естіген Сайрус шалды тез арада қолға түсіргісі келіп тұр. Ертеңінде бұзақылар шалды қолға түсіріп, оны бастыққа апармақшы болады. Бірақ та Джо жігіттерді біртіндеп соққыға жығуда. Біреуі пистолетпен атса да шалға бәрі бір секілді. Ақыры пистолет әсер етпеген соң біреу граната тастауды шешті. Джо сонда да барынша қорғанып жүр. Сол күні жаңалықтардан самаритяниннің оралғаны жайлы хабарлауда. Сайрус ақыры шалдың үйіне басып кірмекші. Терезеден Сэмді көрген Сайрус оны тұтқынға алды. Оның ойынша Сэм үнемі Джоның қасында жүргендіктен Джо көмекке келуі тиіс. Осы кезде Джо баланың үйіне соққанда анасы шалға барлық жағдайда түсіндірген еді. Ал Джо болса ашу үстінде бензин толы бочкалармен базаға қарай жол тартты. Сайрус балаға өзінің жоспары жайлы айтуда. Жігіт қаладағы электростанцияны істен шығарып, қаланы басып алға жүр. Банда КамАЗға оқ жаудырса да тоқтайтын түрі жоқ. Осылай базаға кірген Джоны Сайрус қоршауға алды. Оның айтуынша дәл қазір ол Немезистің миссиясын аяқтамақшы. Сонда шал баланы жіберуді бұйырып, өзі осында қалуға уәде береді. Бірақ та қарсы болған Сайрус балға мен ауыр соққы жіберуде. Сонда ағасымен болған шайқас Джоның есіне түсті. Шын мәнінде Немезис самаритянинді өлімнен құтқармақшы болған, бірақ та сәтсіз аяқталыпты. Кезекті соққыны қолмен тосқан Джо өзінің шын мәнінде Немезис екенін жариялайды. Я злодей! Сол сәтте КамАЗдағы бочкалар жарылып, нәтижесінде көбісі қаза тапқан еді. Енді Немезис қалған адамдарды біртіндеп қыруда. Сайрус баланы темірге байлап, өз адамдарына қаланы тонауды бұйырады. Толықтай отқа оранған ғимараттың ішінде Немезис әзер дегенде жүр. Ыстықтан тіпті жүрегі жарылып кетуі де мүмкін. Сайрус болса оған балға мен соққылар жіберуде. Бұны көрген Сэм босап кетіп темірмен Сайрусты құлатты. Ал Немезис бар күшін салып ақыры жігітті өлтірген болатын. Енді шал жерде өлейін деп жатқанда Сэм трубаны жарып шалды құтқарған еді. Немезис өзінің қабілеті арқылы Сэммен бірге ғимараттан аман шықты. Баланың айтуынша Немезис қателіктерін жөндеп қайта батыр бола алады. Бірақ та жасы келген шал тыныш өмірді қалайтын секілді. Осылай Сэм журналистерге мені самаритянин құтқарды деп айтады. Ал Немезис болса басқа да адамдар секілді бұл жаңалыққа қуанышты екен. Осымен біздің самаритянин атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.